Қалай өзіңе? Әдемі екен. Мынандай түсі бар еще. Мынандай да әдемі түсі бар екен. А если под форму сен мынандай ақ түсі бар. Ух ты, мынаны қараңыздар, мынау вообще круто. Арқаңа жасап отыр ма? Дөрілдеп тұр жасап. Маған аяқ киім әпер деп. Мынаның 35-ін беріңізші. 35. Мынаны қараңыздар, доллар, пачка десеңе. Андай ғой, міне. Төлеу. Мұхамеджанға иә деп, мынандай Рамазанға арналған гирлянд сатып алдық. Мынандай мафия алып берші деп. Әлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сізбен бірге мен Мұхамеджан. Мамасы Анара. Достар, бүгін маған өте күшті күн болады. Ал мамама Күшті емес болады. менің мамам бүгін маған 24 сағат иә дейді. Мен Мұхамеджанға 24 сағат бойы иә дейін деп тұрмын. Короче, негізі ертең сабақ басталады. Соған жоғының бәрін түгендетіп алайын деп тұр ғой. Анауым жоқ, оқу құралым жоқ, бірдемем жоқ, футбольный формам жоқ дейді. Футбольный форманың бірақ сабаққа еш қатысы жоқ. Бірақ солардың бәрін алдырып алайыншы, иә деңізші деп сонымен келістім балама. Біз видеоны созбай бастайық. Ношу маған менің бірінші заданиям сізге. Плей-оффтан маған және Мұстафаға форма алып беріңіз. Мәссаған. Еще задание ғой, задание еще мағанша. Өзіне және інісіне андай футбольный форма дейді. Қазір қарайық енді, бар ма жоқ па, көрейік. Мына баланы айтам да. Өзіне емес, Мұстафаға алатынына қуанып келатыр ғой, Мұстафаға деп. Мен өзіне қуанып жүрген шығар десем, сөйтсем Мұстафасын алатынына қуанып келеді. Келе жатыр міне, қарындасын ертіп алып, екеуі. Осындай магазин ғой, короче, өңкей футболистердің, не только футболист, спортсмендердің несі ғой, магазины ғой. Сол жерден алып бер деп жатыр. Көреміз енді. Мынаны қарасаңыздар, мынау не келіп алып ұстап тұр ғой. Мұстафаға Ауа өткізбейді, қараңыздар, мынау вообще синтетика ғой, вообще ауа өтпейді. Алсын енді інісі екеуі парны болып жатқысы келіп тұр ғой. Қанша екен? Қайсынан аласың? Өзіңнің формаңа ұқсастырып алсай? Мә, қараңыздар, неше түрі бар ғой. Мына голубой цвет әдемі екен. Балам, сен неге мынандай цветтер алмайсың? Сенің цветің ғой негізі. немой клуб. Немой клуб дейді ғой. Өздерінің клубтарымен алады екен ғой да? Қара сол жерден ініңе қайсы? Мынау ма? Мынандай дейді. Ая дейді. Ая деген не ол? Ну, спонсор. Бұл не мынау, не мынау? На спонсор, на командасы. Не деген команда ол? Тоттенхэм. А? Тоттенхэм. Тоттенхэм? Сол ұнай ма саған? Міне мынандай Реал Мадридта мынау. Осындайын алып беріңізші дейді. Ал киіп келсін, қазір көрсетеме. Примерочныйда киіп жатыр балам. Қуанып атқанын көрсеңіздер ғой. Мә, осы ұлдар неменеге қуанады деймді. Футбольный киімге неге сонша қуанады екен? Оны үйде кигенге алып жатыр еще. Шағы. Қалай өзіңе? Арттыршы кішкене. Кеңдеу, әдемі тұр, тырыстырып кимейді біздікі. Күшті тұр балам. Енді осыған не алып бер деп тұрсың маған? Путсы әпеш дейді. Әперем ғой енді балам, не айтса да. Ау? Өзің қандайын аласың? Мына бутсы деп аталады. Вот мынау сороконожки деп аталады. Саған спортзалға мынандай кіргізбейді? Спортзал ма? Иә. Залить керек сіздерге. Мыналардан бар. Сороконожки алу керек. Міне мынандай цвет бар екен балам. Ұнамады ма? Тағы қандайыңыз бар? Болған. Аха. Тағы осы красный цвет бар. Аха, сосын. Фантом рұтсалықтан басталып. Киіп көресің бе бірақ? Иә, киіп көрейік, может, шақ келетін жер. Қазір түсіремін ғой бәрін. Вау. Мынау әдемі ғой балам? Иә? Мынау әдемі екен. Мынандай түсі бар еще.
Мындай да әдемі түсі бар екен. А если под форму всем надо акцию. Ух ты, мынаны қараңыздар, мынау вообще круто. Ана аяғындағысын алып тұрмаған мына цвет и мына цвет. Мына қараңыздар. Күшті екен. Сіздерге қайсысы ұнау ма? Мынау алып тұр, мынау бір размер үлкен болып тұр шы. Мынандайларды ұнатпай тұр өзі. Бірақ мынау күшті тұр да аяғында. Просто мынаны қараңыздар, бір размер үлкен болып тұр. Давай. Мынаның шақ размері бар да, бірақ бұл деген мынау деп жабысып тұр, қоймай тұр. Мынау бір размер үлкен. Мен не істерім білмей тұрмын. 22 мың тұрады екен бұның өзі. Прикиньте, мынау қанша тұрады? Мынау 25 мың тұрады екен. Мынау стандартный размер ма? 38-ден 44-ге дейін болады. Қазір көрейік шонда киіп. Бұны киіп көруге болмай ма? Сатып алу керек. Қанша теңге бұл? 1500. Мынандай нәски да. Нәски таппай жатырмыз балама. Сияқты аламын. Сыймайды емес, үлкен жынды 38 размер. Үлкен сияқты ма? Алдық мінекі. Мынаны. Екеуіне иә дедім. Мәз дейсің ға, жігіт, мәз дейсің ға. Алып бердім ақыры. Ризасың ға? Өте. Мам, шөлігі сок алып береш. Жүр. Yes. Қарындасына да алып бердік, мінекі сок пен шоколад. Өзіне сок алды. Кетіп бара жатсақ, мына жерден бір нәрсе көріп қалдық та баланы екенбіз. Массажный кресло. Соған жатайыншы дейді. Все, я дедім. Жатыр, мінекі балам. Міне 6 минуттығын алдым. 5 минут кетті уже. Давай алсақ. Күшті ма? Осыдан мен де жатқым келіп тұр. Ауыртпай ма? Не дейсің? Басың қозғалып жатыр, анасы. Минута пошла. Непонятно. Аяқтарыңа жасап жатыр ма? Жасап жатқан жоқ па? Аяғы жетпей жатыр, мынаны қараңыздар, аяғы. Аяғы жетпей тұр. Міне басы қозғалды. Ой-ой, басты қарасаңыз, ауырта ма не? Жоқ. Басы тер болып жатыр ғой, балам, сен тер болып жатсың ғой. Қолым қысылады. Қолыңды қысып жатыр ма? Походу. Қысып қолына да жасап жатыр. Тағы қай жеріне жасап жатыр? Просто екі жерге жасап. Арқаңа жасап жатқан жоқ па? Арқаңа жасап жатыр ма? Дөрілдеп тұр жасап. Бүткіл денесін дөрілдетіп жатыр. Жат дөрілдеп. Жерге жасап жатыр. Ой, мама. Мен кеттім, мен де жатам, короче. Мына жерде біреу босады, міне. Осыған жатам. Ұнады ма? Қай жеріңе жасады? Не болды? Түгел айтып берші. Басыма бірінші бүйтіп істеді. Көрдік өйтіп істеген басыңды. Потом басыма ұрды да. Осмар бүйтіп, анау телама барады да. Осын соны бүйтіп жүреді да, просто потом ұрады. Сонысы күшті екен, бүйтіп жүргені күшті екен. Сосын ұрады. Омыртқамен бүйтіп жүреді ғой, сонысы күшті екен. Сосын ұрады. Сосын дедім. Күтіміне де жасады. Дедім. Көрдіңіздер, неше рет деп тастадым, білмеймін даже. Енді қазір келесін сұраймыз, бірінші машинаға жетіп алайықшы. Сосын көреміз тағы не планы шығатын ағамыздың. Рахмет, батырым. Рахмет осы балама. Ал айтады. Мама, маған мектеп уже скоро болады, сондықтан маған канцелярия алу керек. Оқу құралды? Кеттік сол оқу құралын алып түгендеп берейін онда. Айтатыныңды бүгін айтып қал. Ертең уже жоқ саған. Құқтың ба? Онда маған Мальдивы. Ойбай. Машина. Базарға келдік, мінеке оқу құралдарын алып берейін. Не ол?
Мына носки алып тұрыш. Носки аламын деп тұр ғой. Біреу жете ма? Екеу. Мынадан тағы біреу бересіңші. Мұхаммеджан носки әпер дегеннен кейін оған әперем деп бәрімізге носки алып кеттім ғой. Достар, аяқ киім алып тұрдық. Маған аяқ киім әпер деп. Мынаның 35-ін беріңші. 35-ін? Қанша тұрады бұлар? Это расцветкалар бар қараңыз. Я көрдік. Темно-синий, ха. 35-ші размер. Мына кісіге алайық деп отырмыз. Скидка жасап береді деп айтты. Қайсы? Жоқ, нормально. Сақта алдыға етеші аяғын. Сапасы болу керек, сапасы. Ойба, нан қарасаңыз. Ойбай, болады Үлкен деп емес қайған ғой. тақпа. Сен бала. Бір размер кішісін. Бір размер кіші. Осы қара цветін аламын дейді. Мына темно-синий де әдемі ғой негізі. Мына өзі постоянно темно-синий киеді. Қоймайды қара деп. Алды міне. 35-ші размерін алды. Соны өлтіремін. Киіп алды еще. Кім тиседі аяғыма сол таяқ жетпейді ғой пішім. Жаңа алса сондай болады ғой. 36 бекіткен. Бұл қоңыралдарын алып отырмыз. Любой бола береді, сыртын қаптайды екен ғой бәрі. Я сырттан қаптайды, в принципе. Ұштағышын жоқ па не? Жоқ. Ұштағыштар қайда тұр? Міне, мә, ал. Я деп өзіне таңдатып алғызып жатырмын, короче. Осындай ма? Давай. Тағы не аласың? Ұштағыш. Маған карандаш. Еще простой карандаш. Мінеки мыналарыңыз. Простой карандаштың да пачкасы бар ма? Бар. Пачкасын бересің, соның да. Үшігін алып жатырмыз. 10 штук па ішінде? Аха, болды онда. Все, айтқан оқулығының бәрін алып берін. Общий тетрадка, үйге барған кейін көрсетеміз, я балам? Бар. Не алғанын көрсетеміз. Еще мен күшті бір нәрсе алдым. Оны өзімізге алдым. Мам, почти бүкіл заданияларды орындап бердіңіз. Я орындап жатырмын. Даже маған наны алып берді. Нандай алып бердім еще, нандай алып берші деді. Оны түсірмеппін ғой видеода. Нандай доллар алып берші мама дейді. Настоящий доллар. 500 теңге тұрады екен. Ашып айтып қойдым. Сондай алып беріңізші дейді, мен алып беріп едім өзінше. Еще мафия алып берші деді, көрсетпеппіз оларды. Үйге барған соң көрсетеміз не алып бергенді балама. Келесі заданиям сізге. Үйге барамыз, все. Ла-ла-ла-ла. Мынаған қараңыздар, доллар, пачка десеңе. Андай ғой міне, төлеу құралы болып табылмайтын нәрсе алып. Мұхаммеджан ғой, мама алып берші, ядеш деп. Осында бір пачка доллар алып бергесің ғой. Қазір біреу өлтіріп кетпесін деймін да мынау үшін бізді. Ойыншық екенін білмей. Сол балама я деп жүрме әлі. Мафия алдырды, сосын андай не алдырды, жаңа доллар алдырды, циркуль алдырды. Ананы әпер, мынаны әпер деп сонымен. Бүгін менің күнім ғой. Осы жігіттікін алып беріп жатырмын. Настроение жоқ. Мінеки пакет. Еще мынандай пакет. Үйге барған соң формасын бәрін киіп көрсетеді. Үйге кіреміз қазір. Үйге кіріп ауыз ашамыз. Не дер екен, мен пока қорқып тұрмын, тағы не істе деп айтады екен деп көреміз енді. Риза болып жатырмыз. Мұхаммеджанға я деп мынандай Рамазанға арналған гирлянд сатып алдық. Мама осындай алайықшы деп онта түсіруді ұмытып кетіппін. Осындай гирлянд алдық. Сосын мынандай мафия алып берші деп каналыма мафия ойнап түсірем деп мафия алдырды. Сосын мынандай носки алдырды. Мынандай циркуль алдырды. Сосын мынандай доллар алдырды. Карандаш, үшесіне 3 замазка, үшесіне 3 өшіргіш алдырды. Мынандай ручка пачкасымен алдырды. И мынандай бәленбай общий тетрадь, неше штук. Короче, общий тетрадьтардың неше түрін алдырды. Дәптер алдырды. Мынандай ұштағышым жоқ деп ұштағыш алдырды. Тағы не алдырдым? Енді қазір жаңағы несін көрсетем.
формасын көрсетем алдырған. Міне өздеріңіз көрген мына форма, сосын мына аяқ киімді алды. Қазір қыздар. Алло, Айша, қалайсың? Өзі риза болып жатыр. Осы қазіргі хит болып жатқан осы дейді. 2023-тен бастап Хит болды ма? 25 мың тұрады екен. 25 мыңға бір жыл мен наны. Армандадың ба? Размері кемеді просто бұның бізге. Бұл үлкен размер. Мұхамеджанның өзінің аяғына бір размер үлкен болып тұр. Кіші размер жоқ екен. Өйткені ол 36-дан басталады. Мұхамеджан 35-ке еді. Сонда да алдық, короче. Мінеки баламның формасы киіп уже деген. Ой, қалай? Ұнады ма? Ал. Сізге көп рахмет. Кешіріңіз, но келесі задание тоже бар. Қандай? Киноға барыңызшы. Киноға? Я. Ішің пісіп тұр ма не? Я. Ай, қандышты ғой бұлар. Бір иә десең болды ғой, өсіп кете береді ғой. Бірінен кейін бірін айтып. Киноға апарамыз сонымен болды, я балам? Жарайды, апарып келейінші. Рахмет. Ал, компашка болып шықтық. Мына кісіге иә деймін деп бүгін. Клиентін алып, братишкасын өзі суреп, өзім сурейінші дейді. Иә дедім оғанда. Киноға деді, иә дедім, әлі бітпей жатыр. Түн болғанға дейін бұл мені қинайын деп тұр ғой, короче. Киноға билет алайық деп жатырмыз, армандарын орындап. Міне билеттерін алып қойдық. Годзилла дейді, иконг деген. Мам, киноға әлі көп уақыт бар екен, сондықтан да бургер жеп алайық. 1 сағат бар екен әлі киноға дейін. Енді бұл деген бургер жеп алайық деп тұр. Үйден біз үлкендер ғана чай ішіп, не істедік та, бұлар ішпеді. Соған енді бургер жегісі деп тұр. Не істейміз, әпереміз ба, я дейміз ба? Балалар, жоқ дейміз ба? Я дейміз, 24. Жоқ десем жеңілік қалам, е? Иә, кеттік алтышты. Міне бургерлер келді. Ал, ас болсын балалар. Ал, жеңдер енді. Фатиманың детский менюнан мынандай машина шықты. Қазір көрейік бәріміз. Ашы, ойбай. Аружандікі ғой. Темір екен, қараңыздар, күшті екен. Мен пластмаска деп олды. Болды, ал, тамақтарын ішіп, бургерлерін жеп болды. Мама, рахмет сізге. Лучший мамасыз ғой. Бүгін маған 24 сағат я дедіңіз. Маған лично ұнады, сізге ше? Маған ұнады, прикинь. Сізге насып болды ғой. Достар, енді осымен... Шаршап тұр, менен сұрамайсың ба, сіз қалай болып тұрсыздар? Сізге, сіз қалайсыз? Мен шаршап тұрмын, айналайын. Рахмет сізге көп. Белім ауырып тұр тура. Қой жатам мен. Мам, қазір $100 беріп, массажерға барып келіңіз. Ладно, енді осымен біздің видеомыз аяқтайық. Ұнады ма, комментарияға жазыңыздар балалар. Қош сау болыңыздар.